Қош келдіңіздер, қадірлі оқырмандарым. Бүгінгі сіздерді жинап отырған себебім қазақтың ұлттық күнтізбе бойынша қазақтар жігіттер күні көрінеді. Қазақ халқының мұрасымен мәңгілік ел кітаптарының сериясымен бірігіп отырып өткізіп отырмыз бүгінгі шарамызды. Ер азаматтың елдің тұтқасын ұстайтын, елдің тұлғасын, отаны мен отбасын қорғайтын ер азаматтар. Жігіттің бойында қандай қасиетті көргіңіз келеді десе, әрбірі әрқилы жауап береді. Әрине, өйткені әркімнің өз пікірлері бар, иә? Ендеше бүгінгі біз тақырыбымыз бойынша қазақтың жігіттері жайлы сөз қозғайтын боламыз. Сіздерге сауал қоям, жалпы сауал. Әркім өз ойларыңызды, пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар. Сіздердің ойларыңыз, қазіргі кезде жігіттер қандай болу керек? Қазіргі кездің жігіттері, біріншіден айтатын болсақ, иманды жолмен тәрбиелену керек, және де ойында сабырлық, патриоттық сезім болу керек. Ең біріншіден өзінің халқын әлемдік додаларда, мысалы біз интернатта оқып жатқаннан кейін, спорт мектебінде оқығаннан кейін, біздің басты мақсатымыз өзіміздің халқымызды, өзіміздің көк туымызды әлемдік додада желбіреткіміз келеді. Соны мақсат қылдырамыз. Қазіргі айтатын, қазіргі заманның жігіттері көбінесе халқымызды жаман жағынан көрсетіп жатқан интернет желілерінде көре аламыз. Олардың намыстары жоқ деп мен өз ойымша намыстары жоқ деп ойлаймын. Себебі олар біздің халықтың атын, туын жерге, өзге елдің аяғына таптап жатыр. Және де жігітте ең бірінші намыс болу керек. Намыссыз жігіт емес. Және де жігіт екі сөйлемеу керек. Бір сөзін айтқан сөзін орындау керек. Және де өз ата-анасын, үлкен кісілерді сыйлау керек. Ең бірінші мен жігітте намыс және жігер болу керек деп ойлаймын. Қазіргі қазақтың жігіттері ер мінезді және елін, жерін қорғай білетін болу керек. Басты сабырлық және де байсалдылық керек. Егер де қазіргі мысалы қарап отырсақ, көптеген жерлерде, мысалы желілерде қазақтың кәдімгі ер азаматтары және адамдары өз-өздерін ұятқа қалдыруда. Оның бәрі мысалы қазір хайп дейді, сол хайп қуғандардың бірлері сол қазақтар болады көбінесе. Және де қазақтың жігіттері ол өте ата-анасын құрметтей білетін және өз алдына бір борышын қойып, сол борышын жетіп, өзін мысалы көптеген жерлерде бірінші орынға қойып, және тек қана алға жүре беру керек деп ойлаймын. Мысалы Мағжан Жұмабаев атамыз "Мен жастарға сенемін" деген өлеңінде көптеген бір мағыналы сөздер айтады, бірақ сол сөздерді қазіргі жастар көбісі түсінбей қояды. Сондықтан да сондай бір ерекше бір сөздерге мұқият бір оқып, қарап, содан бір ой түйіп, тек қана басқа да мысалы келешек ұрпағымызға да сол ізетімізді көрсетіп, соларға тура жолды көрсетіп, ешқандай жаман жолдарға түспеуін біз қадағалауымыз керек деп ойлаймын. Осы менің пікірім. Жалпы енді айтқан кезде жаңағы нақыл сөздерге алайық, мақал мәтелдерді алайық. Сондағы жаңа біздің ақын жазушыларымыз ғылымда өздерінің нақыл сөздері бар ғой. Соған кейбіреулер осы жалпы жігіттер соған мән бермей жатады. Мен ойымша жігітте ең алдымен патриотизм болу керек. Себебі патриот емес жігіттер өзін сыйламайды, және де өзін сыйламаған адам ол халықты да, елді, жерді сыйламайды деп айтуға болады. Одан кейін ер жігітте екіншісінен бір беткейлік болу керек. Себебі адам тек қана бір беткей өзін айтқаннан қайтпау керек, және намысшыл болу керек деген ойдамын. Одан кейін жігіт өсектен, еріншектіктен, жалқаулықтан, мақтаншақтықтан аулақ болу керек. Жігіттің бойына тек қана шынайылық, шыдамдылық, сабырлық және де имандылық керек. Себебі сабырлы, шыдамды азамат болса, ол елімізді, жерімізді көптеген қиын қыстау замандар болса, соны аман есен алып шығады деген ойдамын. Және де кез келген азаматтың жүрегінде қазақпын деп сондай жалын соғып тұру керек деген ойдамын. Себебі кезінде Сұлтан Махмұт Торайғыров атамыз
атамыз мен қазақпын деген шығарма жазып өткен еді. Сонда мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш дегенді атталамын, сүйгенім қазағым бар, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын дейді. Сондықтан да ешқайсымыз өзіміздің ұлтымыздан ұялмай, өзіміздің ана тілімізде сөйлеп, өзіміздің елді әрі қарай дамыта берейік. Өзімізді көрсете білу керек, әрқашан қай жерде болсақ та өзіміз тілімізде сөйлеп, өзіміздің қазақ екенімізді әрқашанда бетке шығарып отыру керек. Жақсы, келесі. Қазіргі заманда қазақ жігіттері олар ең басты патриот болу керек, және ең басты, ең бірінші өз ана тілінде сөйлеп, және сосын бірақ басқа ұлттарда сөйлеп үйрену керек. Өз ана тілін білмеген адам ол не уже жігіт деп қазақтың нағыз жігіті деп саналмайды деп ойлаймын. Және де қазіргі заман бірінші талабы қазақ жігіті ол білімді болу керек. Өйткені білім арқылы біз қазір уже жұмысқа неге бәріне тұрамыз. Сондықтан білімді болу керек және ержүрек, батыл, байсалды және сабырлы болу керек деп ойлаймын. Байсалды, сабырлы, әрқашанда ізденіп, біліп, бәрін көріп, оқып жүрсе, және ең басты қазақ тілінде сөйлеп. Енді бір сегіз қырлы, бір сырлы дейді. Осы сөздің мағынасын кейбіреулерден сұрасақ, жаңағы сегіз қырлы дегеніміз бір бөлек, бір сырлы дегеніміз бір бөлек дейді. Сіздердің түсініктерің бойынша қалай? Бұл сөздің мағынасы менің ойымша былай, жігіт деген бір жақты ғана болмау керек. Ол жан-жақты болу керек. Мысалы, білімнен де, спорттан да, жаңағы имандылықпен өзін көрсете білу керек. Жаңағы ізгілікпен өзінің бойындағы бүкіл нәрселерін бірақ нәрсемен ғана көрсетпеу керек. Ер жігіттің қолынан мысалы біраз нәрсе келеді, ол просто өз-өзіне сенімді, мықты болса, өз-өзіне сенімді, намысты болса, оның любой ер жігіттің қолынан бәрі келеді. Сол үшін қазіргі таным жігіттері бір ғана қырынан танымай, қаншама жақты өзінің қолынан келетін нәрселермен қырық жағынан көрсетсе, ол бір сырлы, сегіз қырлы жігіт бола алады. Бір сырлы дегеніміз енді негізінде имандылықты білдіреді. Оған келісесіздер, иә? Иманды болса, оның бойынан да бәрі табылады. Енді келесі сіздерге қоятын сұрақтар қазіргі жігіттің қандай мінез жарасымды жігіттерге? Қандай мінез жарасымды болады? Жігіттерге? Олар ержүрек болу керек. Оларға бәрі арқа сүйеу керек, мысалға. Сөйту керек. Бір ісін әрі қарай бір түбіне дейін жеткізе білетін, және байсалдылық, сабырлық керек, ержүректік керек, және де ашуланбайтын, мысалға, әр неден. Жігіт ол елдің болашақ қорғаушысы, өз отбасын құрушы, өз отбасының отағасы және де тірегі болып табылады. Сондықтан да жігітке ержүректілік қажет, шыдамдылық қажет, сабырлық қажет. Себебі кез келген отбасылық жағдайда көптеген қиындықтар болады. Соның барлығын өзінің ақылымен шешіп, ашуға болдыртпай барлығын шешуге тырысу керек. Ер жігіттің мінездері, қазіргі жігіттер көбінесе қарап отырсақ, қыз мінезді болып келеді, шыны керек айтсақ. Ол негізі жігіттің тән қасиеті, ол ержүрек, өзінің еркектігін білдіру керек, қорықпау керек ешкімнен. Және де ол болашақ әке. Жаңа неткен киген мысал үшін әйел кетіне кейін кетті, иә? Оларды көбінесе ер азаматтарымыз соған еліктеп жүр. жүр. Ол ондай болмау керек қазіргі жігіттер. Керісінше бұрынғы ата-бабаларымыз батырларға қарап бой түзеу керек. Олардың жаңағы ішкі жан дүниесін, мысалы, қаншама кітаптар бар, соларды оқып, өмір баянын көріп, соларға қарап түзеліп, өздеріне керек ақпаратты алып істесе, қазақтың жігіттері нағыз мықты жігіттер деп ойлаймын, болады деп ойлаймын. Және де оларға ең басты сабырлық, имандылық керек. Имандылық қасиетіне ұстанатын болса, ол бүкіл нәрседен арылады. Жаңағы ер жігітке тән бүкіл қасиет сол имандылықта бар деп ойлаймын. Иә, имандылықта да бар, кітапта да бар. Кітаптан көп нәрсені алуға болады. Кітап адамды тәрбие ала ма?
білім бере ала ма? Бере алады. Бере алады, иә. Сол арқылы біз Жақсы жолдас бола ала ма? Болады. Кітап бола алады, иә. кітаптың кейіпкерлері арқылы былай өз мінезін дүниені түзетуге болады деп ойлаймын. әрбір кейіпкердің бір іс-қимыл арқылы бір ой түюі. Мысалы үшін біз жаңағы біздің қазақтың ақын жазушыларының, иә, спортшылар бар, ғалымдар бар, тарихшылар бар. Сәкен Сейфуллинді айтсақ, Бейбіт Майлин сияқты ағаларымызды айтсақ, Қаныш Сәтбаев, Әлихан Бөкейханов, Алаштың жаңағы қияларынан осы ағаларымыз бәрін алсақ, олардан жақсы қасиет біз ала аламыз, иә. Өйткені ол кісілер өздерінің ер азаматтығы екенін, жігіт екенін, нағыз өзінің патриотын, отанын, жерін, халқын сүйе біліп, қорғау білетін өздерін көрсетті екенді, иә? Енді спортшыларға келсек, бізде қандай қазір атақты чемпион қазақтың спортшылары бар? Көптеген. Мысалы оның ішінде Серік Сәпиев бокстан чемпион. Данияр Елеусінов бар. Геннадий Головкин. Головкин бар айтыңыз. Жоғары деңгейдегі боксшылардың бірі. Олардан да жақсы қасиет ала аламыз ба? Мысалы өз қойған мақсатына жету керек. Оны орта жолда тастамай, Еріншектіктен арылу керек. до конца бару керек. Мақтаншақтықпен көп сөйлеуден арылмаймыз. Олардан біз жаңағы спорт жағынан, иә? Олар енді жаңа сіздер осы мектепке келген, жаңа мен сұрап отырғаным қандай мақсат келген дегенде сіздер екі мақсатпен келулеріңіздерсіздер, иә? Білімді әрі спорт жағынан алып шығуға. Мысалы, осы оқитын интернатымыз екі білімді оның екеуін де ұстану керек. Жаңағы спортты да білімді де бір деңгейде ұстау керек. Екеуін бірге алып Ешқайсы мысалы білімді қалдырып спортты алға жете десең, ол ертең мысалы сенің келешек өмірінде де бір жаман бір септігін тигізуі мүмкін деп ойлаймын. Себебі білім бар жерде мысалы сен ойлау қабілетің де жақсы болады, және спорт жағынан сен мысалы сол ойлау қабілетің арқылы спортты да былай ойланып істеп мысалы жеңіске жетіп білімсіз шығады, білімсіз бірді жығады. Жалпы біліммен бәріне қол жеткізуге болады, иә? Жақсы, ендеше бүгінгі сіздердің келіп көптен көп алтындай уақыттарыңызды алып, көңіл бөліп, ойларыңызды ортаға салып, келіп отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі қазақ жігіттер күнімен құттықтаймын. Біздің болашақ қазақ чемпион жігіттері Әлия Молдағұлова атындағы мамандырылған, облыстық мамандырылған Резиденттегі мектеп-интернат колледжінің 11-ші сынып оқушылары. Сіздерді құттықтай отырып, қазақ халқының мұрасы мәңгілік ел кітабының сериясы атынан кішкенелі осындай сыйлығым бар болсын. Ұлттық қазақ ұлттық біздің күнтізбесі. Келіп көңіл бөліп тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Әрқайсыңызға денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Әрқашанда көк байрағымызды желбіретіп көкте көтере беріңіздер. Білімде озатты болыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.